Егер сіз computer-based IELTS тапсыратын болсаңыз, осы сайтты қолданыңыз. Мен өзім дайындалғанда пробный тесттерді тек осы жерден істегенмін. Мынау шетте IELTS дегенге басамыз, сонда 4 секциясынан пробный тесттер шығады. Мысалы, ридингқа кіретін болсақ, осындай полный тесттер шығады. Бұл жерде академик және general training бөлінеді. Біз академикті таңдаймыз. Содан кейін бұл жерде толық тесттер бар және тапсырма бойынша бар. Мысалы, summary completion, matching features дейді, бірақ мен толық тестті жасағанды ұнататын, сондықтан full тест деп мына жерден таңдаймын и apply. Сосын мысалы take test деп басайық. Computer-based IELTS-та тура осылай экран екіге бөлініп тұрады. Бір жағында текст, бір жағында тапсырмалар. Сосын ең астында сіздің белгілеген жауаптарыңыз жасыл болып жанып тұрады осылар. Тура computer-based тест сияқты, сосын үстінен уақытты көрсеңіз болады. Реальный тестта бұл уақыт сағат 1 болғанда, яғни 60 минут өткенде өзі автоматически тоқтайды, ал мында сіз жалғастыра берсеңіз болады. Негізі ридингқа дайындалатын болсаңыз, онда бір рет full тест жасап көріңіз, сосын өзіңізге қандай тапсырма қиын болғанына қарай, сол тапсырманы алып, сосын жаңағы бөлек-бөлек, мысалы matching information сізге қиын болды, тек қана соны істесеңіз болады, сондықтан жаңағы сайттың функциясы жақсы. Және ең соңында әрқашан қатемен жұмыс жасау керек. Мысалы, сіз 6-да 5 балын алдыңыз. Жаңағы сайт соңында сізге қай жерде қате кеткенін көрсетеді және жауапты түсіндіреді. Соны бірінші жауабын ашпай тұрып, өзіңіз тауып көріңіз қатеңізді, қай жерде дұрыс емес болса, значит, қай жерде текстте жауабы тұр. Егер өзіңіз таппасаңыз, онда сол жерде подсказкалар тұрады, түсіндірмелері тұрады, соларды оқып көріңіз. Егер ойымнан шығып кетеді деп ойласаңыз, онда сол тестті уақытыңыз болса қайтадан өтіп көргеніңіз дұрыс. Ақпаратты жоғалтып алмау үшін сақтап қойыңыз.